Біліп қойыңыздар, мынадай керемет имам Ибн Хиббанда келген хадис бар, құрметті бауырлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйінде Айша анамыз айтады, Алла елшісі екеуміз жеке қалып қойдық дейді бір күні. Сол кезде Алла елшісінің мен көңілді кейіпте сондай көрдім дейді, былай қуанып отырған көрдім де моментті жібермедім дейді ғой Айша анамыз айтады. Алланың елшісі бір маған дұға қылыңызшы деп айттым дейді. Қандай күшті? Пайғамбарды көрсең не істер едің деп айтады ғой бізде. Қазір мына жерде сұраймыз, Алла елшісімен кездессең не істер едің десе, бір кісі айтады, мен соткамды тазалайтын едім деп айтады. Соткам іші харамға толып тұр дейді өйткені. Соқсап Алла елшісімен кездессең не істер едің десе, бір кісі айтады, дұғасын алар едім. Машалла. Айша анамыз да сол жерде моментті жіберген жоқ. Я Расулалла, маған бір дұға қылыңызшы деді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, я Раббым, Айшаның өткен күнәлары және болашақ жасайтын күнәлар, және оның жасырын жасаған күнәлар, және оның жария жасаған күнәлар барлығын кешірші деп айтты. Ойбай, андай дұға кімге нәсіп болады? Алла елшісінің дұғасы кейін қарай қайтарылмайды бауырлар. Ең қайтарылмайтын дұға ол Алла елшісінің дұғасы. Айша анамыздың төбесі көкке жетті дейді. Тіпті орамалын түсіп кетті деп айтады, ұмытпасам бар ғой. Қуанғаннан жарылып кеткен ғой. Ойлаңыз, андай дұғаны естіген кезде кім жарылмайды? Мен де болсам жарылып кетер едім. Алла елшісінен дәл сондай дұға келсе. Ол дұғаны еш нәрсеге айырбастамайтын едім де мен. Барлық дүниенің байлығын бақытын берсе де. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей Айша, бұл дұғам сені қатты қуантты ма деп айтты дейді. Ойбай, Алланың елшісі, бұған қуанбағанда не нәрсеге қуанамын мен? Бұдан асқан қандай бақыт бар, бүкіл кешіріліп кетті ғой дейді. Болды ғой, оны Құдай есептеспейді ғой енді, көрдіңіз бе? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді ғой, ей Айша, бұл менің әр 5 уақытта үмметім үшін қылатын дұғам ғой деп айтты. Міне, сіз бен біздің Алла елшісінің алдындағы қарызымыз осы бауырлар.